кей кездері енді жұмыстың көптігіне байланысты шаршап та қалып жатасың. Бүгін қанша жалқаулығым ұстап тұрса да, бәрібір түнгі сағат 3-те келіп репетиция жасап жатырмын. Өйткені күндіз уақытым болмай жатыр, бірақ дегенмен билерді сіңдіру бірінші кезекте болып тұр. Ең басты, маңызды бөліктің бірі. Яғни қанша жылдан бері биленбегеннен кейін, қанша уақыттан бері кішкене формадан шығып қалғаннан кейін, қазіргі уақытта жалқаулыққа бой бермей осындай дайындықтарды жүргізіп жатырмыз. Байқап тұрсаңыздар, аяғымда өте биік тақа. Бұл менің бұрыннан белгілеп жүрген етігім болатын. Сол етіктерді әр бидің өзінің аяқ киімімен, өзінің киімімен дайындалу барысындамын. Өйткені ертең сіздердің алдарыңызда, көрерменнің алдында өнер көрсеткен кезде маған бұл қиындық көрсетпеу керек. Яғни сол үшін қазір үнемі дайындық үстінде жүріп жатқан жайымыз бар.